Ақсақал әбден тойыпты. Бұл мастықтың әдеттегі белгілері. Бөлімшеге қоңырау шал. Олар менің усымда болып әд. Мен жалғызсыраған соң отбасым болғанын қаладым. Мен жақын едім. Өте жақын едім. Сәтсіздік шыр айналдырды. Мен осылай жалғыз жүре берем бе? Хуго. Ата! Хуго, менің өсиетімді ұмытпа. Адамдарға жақын бол. Менің есімде, ата, бәрі есімде. Бірақ бұл адам менің соңғы мүмкіндігім. Мен тырысып көрейін. Жақсы ма? Ей, біздің көлігіміз. Тоқтат! Тоқтатыңдар! Тоқтат! Көлікті дереу тоқтатыңдар, әйтпесе қару қолдануға тура келеді. Маған рахмет айтпай қойыңыз, профессор. Былай жасайық. Сіз мені қолға түсірем деп тырыспайсыз, ал мен сізден енді қашпаймын. Сіз маған көмектесесіз, ал мен сізге танымал болуға көмектесем. Жақсы ма? Сіздің қалауыңыз осы ғой. Бірақ бұдан былай бізге қақпан қоймаймын деп уәде беріңіз. Жақсы ма? Сөйтіңіз. Мүлдем қақпан қоймайсыз. Иә. Сонымен менің есімім Хуго. Мен алдымен атаммен, одан кейін ағамен бірге тұрдым. Бұл маңызды емес. Менің Туламор деген ағамды сойқан ұрлап әкетті. Жарайсың, Туламор. Басыңдағы ми емес, ескі жын екен ғой. Сен шынымен де мені дұшпанымның олын өз қарамағына алады деп ойладың ба? Осымен бітті. Әкеңе сәлем айт, кіші бастық. Рамзес, не болды ұлым? Қане айт? Әке, кешір мені. Менің кінәм жоқ, Сойқанбек кінәлі. Ол жайлы әңгіме қозғамайық. Мені тек шұлықтарымның қайда екенін қызықтырады. Бұл жерде не болды? Мен сені үйде күзетуге қалдырдым ғой, Рамзес. Бірақ мен Рамзес емеспін. Мен Туламормын. Қазір қалжыңдасудың реті жоқ, Рамзес. Әке, мен